Қайырлы күн, 8-ші сынып білім алушылары. Қазақстан тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы әскери коммунизм саясатынан жаңа экономикалық саясатқа көшу деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге Қазақстанда жүргізілген экономикалық реформаның мәні неде? Қазақстан үшін жаңа экономикалық саясаттың артықшылықтары қандай болды сауалдарына жауап іздейтін боламыз. Әуелі тақырыпқа қатысты бейне үзіндіні зейін қойып көрейік. Азамат соғысының барысында кеңес өкіметі қызыл әскерді азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін қандай әдістер қолданды? Азамат соғысы барысында әскери коммунизм саясаты қалай жүзеге асты? Қазақ халқының 1921 жылы аштыққа ұшырау себептері қандай? Аштыққа ұшыраған қазақ халқына кімдер көмек көрсетті? Осы сұрақтарға жауап іздейік. Азамат соғысының барысында кеңес өкіметі қызыл әскерді азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін қандай әдістер қолданды? 1918 жылы кеңес өкіметі қызыл армияны азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін Түркістан өлкесіндегі барлық 4 түлік малды күшпен тартып алуды бастады. Бұл саясатты Түркістан майданының қолбасшысы Михаил Фрунзе асқан қатыгездікпен жүзеге асырды. Азамат соғысы барысында әскери коммунизм саясаты қалай жүзеге асты? 1919 жылы экономиканы соғыс жағдайына ыңғайлап қайта құру және майданды азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін әскери коммунизм саясаты енгізілді. Бұл саясаттың ең басты міндеті өнім бөлісін толық орталықтандыру. Азық-түлік, шикізат және басқа да ресурстарды мемлекет меншігіне жинап, қорғаныс үшін пайдалану болды. Әскери коммунизм саясатының негізгі белгілері. Бірінші, азық-түлік салғырты енгізілді. Екінші, жеке саудаға тыйым салынды. Үшінші, азық-түлік теңгерме ұстанымы бойынша бөлінді. Төртінші, ірі, орта және ұсақ өнеркәсіптер мемлекет меншігіне көшірілді. Бесінші, жалпыға бірдей еңбек міндеткерлігі енгізілді. Алтыншы, басқару ісі орталықтандырылды. 1919 жылы 11 қаңтарда азық-түлік тапшылығы шиеленіскендіктен азық-түлік салғырты енгізіліп, шаруаларға ауыл шаруашылығынан артылған өнімнің барлығын мемлекетке өткізу міндеттелді. Осылайша, Қостанай уезінен 6 миллион пұт астық жиналса, Қарғалы шұға фабрикасы әскери шинелдер тігу үшін шұға дайындады. Сондай-ақ 1920 жылдың басында майдан апталығы өткізіліп, мыңдаған пұт астық пен киім-кешек жиналды. Осы жылы Атыраудан орталық Ресейге 600 мың пұт мұнай әкетілді. Қазақ халқының 1921 жылы аштыққа ұшырау себептері қандай? Аштық большевиктер билігіндегі өлкелердің барлығын қамтыды. Алдымен Еділ бойындағы халықтарды, әсіресе башқұрттарды жайлаған аштық бірте-бірте қазақ жеріне жетті. 1921 жылы коммунист Тоболин Түркістан өлкелік комитетіне қазақтар экономикалық тұрғыдан әлсіз халық болғандықтан бәрібір өліп бітуі тиіс. Сондықтан да революция үшін аштыққа қарсы күреспей, оның орнына майданды қолдау маңызды деген мәлімдеме жасады. Қазақтардың барлық азық-түлік малдары түгелімен Мәскеуге жеткізілді. Осылайша күн көрісінен, малынан айырылған қазақтар аштыққа ұшырап, ел ішінде індет аурулар тарады. Аштыққа ұшыраған қазақ халқына кімдер көмек көрсетті? Орталыққа қазақ жеріндегі аштық туралы ашыққан адамдарға ешкім көмекке келген жоқ. Олардың барлығы аштықтан азап шегуде деген хабарлар жіберілсе де, ашаршылыққа ұшыраған халыққа кеңес өкіметі тарапынан ешқандай көмек болмай, халық аштан қырылды. Бұл оқиғаны өз көзімен көрген Ілияс Жансүгіров «Жұт» деген өлеңін жазды. Қазақ халқының қырылғанын көрген қазақ ашаршылыққа ұшыраған аймақтарды азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін мал жинауды ұйымдастырды. Әлихан Бөкейханов 1921 жылы Семейде аштыққа қарсы күресу одағын ұйымдастырып, ашаршылыққа ұшыраған халыққа мал жинады. Нәтижесінде 15 мың мал басы жиналып, Торғай, Қостанай өңірлеріне көмек ретінде жіберді. Тапсырма.
Экрандағы суреттер қандай саясатта көрініс тапты? Әскери коммунизм саясатының салдары өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы салаларында қалай байқалды? Жаңа саясатта осы белгілерді қалай өзгертер едіңіздер? Тапсырма. 3 топқа бөлініп, мәтіндегі ақпараттар негізінде төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші, жер су реформасы не үшін жүргізілді? Екінші, қосшы одағының қоғамдық саяси өмірде алатын орны қандай? Үшінші, реформаны жергілікті халық қалай қабылдады? Тапсырма. 3 топқа бөлініп, әскери коммунизм саясатымен салыстырғанда жаңа экономикалық саясаттың тиімді жақтарын анықтаңыздар. Қай салада жағымды өзгерістер көбірек орын алды? Үйге тапсырма. Жаңа экономикалық саясатты қазіргі тарихшы мамандардың кейбіреуі экономикалық керемет деп санайды. Қалай ойлайсыз? Жаңа экономикалық саясат әскери коммунизм саясатының зардаптарын жоюда тиімді саясат болды ма? Ойыңызды 5-10 сөйлеммен түйіндеңіз.